Бірінші тапсырмада балалар мына жерде екі сурет берілген, яғни ғаламтордың пайдасы мен зиянын таразылап жазасыздар. Екі суретті салыстырасыздар. Екі пайдалы жағын жазасыздар, екі зиянды жағын. Суретті басшылыққа аласыздар. Бұл бірінші тапсырма. 5 балдық жұмыс балалар. Сөйлемдер берілген, қысқа мәтін. Осы сөйлемдерді қатесіз дәптерге көшіріп жазасыздар. Сөйлемдеріңіздің ішінен есімше көсемшелердің астын сызасыздар. Бұл да 5 балдық жұмыс. Енді балалар қазір осы сөйлемнен есімше көсемшелерді өздеріңіз тауып көріңіздер. Осы неде синхронды сабақ көрейікші. Бірінші тапсырмада не істейміз? Ғаламтордың не пайдалы екі пайдалы жағын, екі пайдасыз жағын, зиян жағын жазамыз. Не картинкаға қарап. Суретке қарап. 5 балдық жұмыс. Жақсы. Диас, бірінші сөйлемде есімше бар ма? Тауып көрші қане. Бірінші сөйлемде бөлігіне айналған. Жақсы. Екінші сөйлемде ше? Екінші сөйлемге қараңыздар. Алмайтын. Итін, е? Итін. Үшінші сөйлемде? Бар ма? Мен айтсам болады ма? Айта ғой, Айғаным. Айғаным айтсыншы, Айғаным. Микрофоныңды қосасың.